Таразы келесі апта не күтеді? Таразы келесі апта не күтеді? Активный дейді. Восьмерка жезлы, активный, жан-жақты ойлаған нелерге, ойлап жүрген бір пландарыңызды жүзеге асыру дейді. Кездесулерге бару, сөйлесу, хабарласу, бір жұмыс жағынан активный болуы мүмкін апта. Мына жерде бірақ көре алмайтын адамдар соперник дейді. Бір қарсылықтар жол, бір мәселелер шешуге, бір адамдар жақтан бір кедергі или бір қарсылықтар, соперник болмай ойланып тұрсыз дейді. Повешенный, тупик, шешімін, сол мәселенің шешімін табуға бір ойланасыз дейді. Басқа жағынан қарастырасыз, ойланасыз. Қазірге сол мәселе бір орында тұруы мүмкін, шешілмей. Ойланасыз оны, сіз қалай болады екен, не болады екен деп шеше алмай тұрсыз дейді. Бірақ усилие, күш, энергия дейді. Активный басталады, активный болады апта. Күресуіңізге мына сынақ дейді. Күресу, бір неге бару, өз неңізді жұмысқа байланысты мүмкін. Біліміңізді, күшіңізді сынау, ара қатынасқа байланысты келіспеушілік болуы мүмкін. Бір сөзге келіп қалу, сол ара қатынаста. Сондай бір өзіңізді бір орында тұрғандай, шешімін таппағандай, сондай не болуы мүмкін дейді. Императрица, совет. Өзіңізді жақсы көру, спокойствие, өзіңізді, неңізді жақсы көру, денсаулыққа көңіл бөлу, сабырлыққа бел бу дейді. Күту, сабырлыққа бел бу, ары қарай бір көбею, ары қарай бір жақсы болады деп тұр. Шешімі болады.